Оқушылар, жаңа сабақты бастамас бұрын 4 сурет, бір сөз әдісі арқылы тақырыбымызды тауып алайық. Тақтадағы суреттерге назар аударыңыздар. Жарайсыздар оқушылар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз есептеу техникасының даму тарихы. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу. Есептеуіш техниканың даму кезеңдеріне тоқталып өтейік. Қолмен бұл кезең біздің эрамызға дейінгі 50-ші жылдықтарда бастап есептелінді. 17-ші ғасырдан бастап механикалық кезең басталады. Адамдар ең бірінші саусақтар мен бармақтарды есептеуіш құрылғы ретінде пайдаланған. Кейінірек арқанға байланған түйіншіктерді есептеп пайдаланған. Бұл түйіншік санауы деп аталды. Кейінірек ағаштан санауыш жасаған. Одан кейін адамдар таспен есептеп санаған. Содан кейін ғана барып ең алғашқы есептеу құрылғысы пайда болды. Бұл абат жеке грек санауыш құрылғысы. Бұндай құрылғыны Қытайда Суанпан, Жапонияда Сорабан деп аталды. 1622 жылы Уильям Одред пен Ричард Деламалин алғаш рет логарифм сызғышын ойлап тапты. Компьютерлер бірнеше буынға жіктелген, яғни бірінші буын компьютерлері 1940-1955 жылдар құрастырылған. Бұл компьютерлердің ерекшелігі электронды вакуумды шамдардың қолданылуы. Оларда мәліметтерді енгізу мен шығару үшін тесілген ленталар мен тесілген карталар пайдаланылды. Сол жылдары ENIAC, EDVAC, UNIVAC деген атауға ие болған компьютерлер пайда болды. Оларды қазіргі электронды есептеуіш машинаның аталары деп айтуға болады. Екінші буын компьютерлері 1955-65 жылдары құрастырылған. Бұл буында жартылай өткізгіштер, яғни транзисторлар пайдаланылды. Электронды есептеуіш машинаның көлемі бірінші буынға қарағанда бірнеше есе кішірейді. Осы буын компьютерлерінде Fortran, Algol, COBOL программалау тілдері алғаш рет пайдаланылды. Компьютердің үшінші буыны 1965-1980 жылдары пайда болған. Бұл буында интегралды сұлбалар пайдаланылды. Интегралды сұлба дегеніміз, яғни бірнеше 100 мың транзисторлары бар шағын жартылай өткізгіш кристалл. Осы кезде электронды есептеуіш машиналарда көлемді ақпаратты сақтау мүмкіндіктеріне ие болды. Сонымен қатар ақпаратты сақтау құрылғыларының жаңа түрі магниттік дискілер пайда болды. Төртінші буын компьютерлері. Бұл буынға 1980 жылдан бастап жасалған компьютерлер жатады. 1970 жылы америкалық Intel фирмасы компьютердің негізгі блогы процессордың жұмысын орындауға қабілетті өте үлкен интегралды сұлбаны алғашқы микропроцессорды жасайды. Бұл буында ақш-тың IBM фирмасының және Apple фирмасының Macintosh компьютерлері танымал болды. Бесінші буын компьютерлері. Ғалымдар болашақ бесінші буын компьютерлерін құрастыруда. Бұл кезеңде адам тілін түсінетін, жасанды интеллектісі бар болашақтың машинасы жасалады. Бұл идея толығымен жүзеге асқан кезде адамдар компьютерлік программалардың көмегімен емес, ауызекі сөйлеу тілімен басқарады. Бесінші буынның компьютерлері программалар құрамай-ақ міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Бүгінгі сабағымыздың термин сөздерін дәптерлерімізге жазып алайық. Оқушылар, ендеше жаңа тақырыпты ары қарай меңгеру үшін тапсырмаларды орындайық.
қалайсыңдар оқушылар? Тапсырманы керемет орындап шықтыңыздар. Келесі топпен жұмыс жасайық. Word мәтіндік редакторын ашыңдар. Мәтіндік редакторда есептеу техникасының дамуы мен келешегі туралы өз ойларыңды 5 немесе 6 сөйлеммен тұжырымдап жазыңдар. Құжатқа атау қойып, сақтаңыздар. Келесі жұптық жұмысымызға кезек берейік. Жұптық жұмысты орындау үшін алдарыңыздағы тұрған ноутбуктарыңызбен сілтемеге кіріп Learning Apps қосымшасындағы 2 тапсырманы орындап шығайық. Ал ендеше оқушылар тапсырма орындауды бастайық. Балалар, тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтыңыздар. Ендігі серпілу жаттығуын жасап алайық. Сергіп алса, келесі тест сұрақтарына жауап берейік. Алдарыңызда тұрған тест тапсырмаларынан сұрақтарыңыздың жауабын дәптерге белгілеп алыңыздар. Балалар, тест сұрақтарының дұрыстығын тексеріп шығыңыздар. Жақсы оқушылар, тест тапсырмасын орындап болса, экранға назарыңызды аударайық. Ендеше үйге тапсырма жазып алыңыздар. Кестеде берілген құрылғылардың шыққан мерзіммен қайда пайда болғанын жазып толтырып береміз. Берілген кестені үйден толтырып орындап келеміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.